Бәріңе сәлем. Тубулопатияларды талдайық. Тубулопатиялар деген сөз ол бүйректің негізінен каналшаларының, тубулярлы аппараттың зақымдануымен жүретін синдромдарды айтамыз, ауруларды айтамыз. Оған ең негізгі осы бізге патанатомияға керек, ол бізде жедел бүйрек жеткіліксіздігі немесе некроз, немесе некроздық нефроз. Бұл кезде не болады? Яғни тубулопатиялар, Тубулопатия кезінде бізде некронефроз кезінде қандай өзгерістер болады? Оның өзгерістері сатысына сай келеді. Бірнеше сатысына жатамыз. Бірінші сатысы ол бізде шокты саты. Шокты кезінде не болады? Бүйрек сәйкесінше бізде организмде бұның туындау себебіне бірінші ол бізде ишемия деген қаназдық, яғни бүйрекке бізде жаппай қанның аз келуі. Ол бізде травма, немесе бүйрек артерияларының жаңағы атеросклерозбен немесе тромбозбен бітелуі, бұл жаңағы шокты бүйректің дамуына алып келеді. Бұл кезде не болады? Сәйкесінше қан жетпей тұрғандықтан бүйрек бірінші тола бастайды, қанды организм жіберіп көптеп, бізде бүйректің көлемі ұлғаяды. Макроскопияда бүйрек көлемі ұлғаяды. Получается, көлденеңде және ұзына бойы үлкейе бастайды, ісіне бастайды. Және бұның пирамидалары болады, білесіздер. Мына жерде тубулярлы аппарат, тостаған жотыбекше жүйесі және пирамидалар бар. Пирамидалар толағанда, бұны мына жерге емес, мына жерге жанына салайын. Бүйректің пирамидалары ол бізде мыйлы қабатында тұрады. Бұл пирамида мен қыртысты қабаттың, мына жерге қыртысты қабатты салайық. Осы пирамидалар толағанды қызыл түске боялады, қанық қызыл түсті, қою қызыл түсті десеңіздер де болады. Не себепті? Себебі бүйрекке бұл шокты орган болғандықтан бұған қан жетпей жатыр. Жедел қан жетпегендіктен организм компенсаторлы түрде барлық жаңа қанды осы жерге жинақтай бастайды. Сол кезде бүйректің пирамидалары өте қою қошқыл түске боялады. Ал мына арасында жатқан жаңағы қыртысты қабаты, мына жері, ол бізде жаңағы бозарып қалады. Қыртысты қабаты бозарады, себебі қан жетпей жатыр. Және кейіннен компенсаторлы механизм тағы да іске қосылып, мына медулярлы қабатпен қыртысты қабаттың арасында кортикомедулярлы шунттар пайда болады. Макроскопияда мындай сызық болып түрінде көрінеді. Бұл кортикомедулярлы шунттар не үшін? Бұл жаңадан коллатеральдар. Коллатераль дегеніміз қосымша тамырлар, яғни қосымша қан тамырлар, жаңа қыртысты қабатты қанмен қамтамасыз етемін деп жаңадан тамырлар организм түзе бастайды. Бұл компенсаторлы механизм. Микроскопияда не көреміз? Микроскопияда бүйрек каналшасының эпителийі болады, қалыпты жағдайда. Осы эпителийдің бізде некрозы болады. Некрозы деген сөз мынаның бүтіндігі бұзылады. Мына ішіндегі эпителийдің бүтіндігі бұзылып кетеді. Яғни бүйрек каналшаларының некрозы деп осылай көрінеді. Бірақ базальды мембрана бастапқы кезеңде сақталып тұрады, мына базальды мембранасы. Егерде базальды мембранасы мына сыртындағы жиек тұр ғой, сол бұзылатын болса, онда ол жерде тотальный некроз болады да, бұл бүйрек жеткіліксіздігіне алып келеді. Ал егерде базальды мембранасы сақталған каналшалар болса, ол базальды мембранасының жаңа үстінен жаңағы эпителий толықтай қалпына келіп, жаңағы диурездің қалпына келуі болады. Бұл шокты кезең. Келесі кезең бізде олигонуриялық кезең. Олигонуриялық кезең ол екінші тәуліктен ары қарай кетеді. Екінші кезеңі бізде олигонурия. Олигонурия, олиго деген сөз аз, анурия деген мүлде жоқ, яғни несептің мүлде бөлінбеуін айтады. Бүйректе не болады? Бүйрек көлем жағынан одан сайын ісіне бастайды. Себебі сұйықтығы жиналып жатыр, оның бәрі шықпай жатыр. Екіншіден, некрозға ұшыраған каналшалардың жаңағы эпителий некрозға ұшырап кетеді, оның іші былай бесструктурный болып қалады. Мынаның бәрі розовая масса болып. Егер мынаның ішіндегі жаңағы сыртында базальды мембранасы бәрі бұзылды дедік қой. Осы мына базальды мембранасының зақымдануы болса, бұл жерлер бұзылса, осы бұзылған жерінде бізде склероз өсе бастайды. Склероз деген ол дәнекертіні, яғни некроз болды ғой, каналшалардың жаппай некрозы. Жиі бірінші дистальды каналдардан басталады. Сол дистальды каналшалардың жаңағы эпителий бұзылады және базальды мембрана некроз болғаннан кейін, ал некроздың қолайлы нәтижесі білесіздер, ол бізде склероз. Яғни склероз өсетті, дәнекертіні өсетті, тыртықтана бастайды. Және онымен қоса бүйректің өзін салсақ, мына жерде макроскопияда, бүйректің мына пирамидалар дедік, пирамидаларының арасында интерстицида, яғни аралық тінде лейкоцитарлы инфильтрация.
лейкоцитарлы инфильтрация болады. Лейкоцитарлы инфильтрация не үшін? Себебі жаңағы бізде некроз түн пайда болды. Некрозды жоюға бағытталған бізде лейкоцит, лимфоцит, макрофагтар шыға бастайды. Енді олар жойылмайды, сол себепті дәнекер тіні оны компенсировать етіп, не өсіреді? Дәнекер тіні склерозның өсуіне алып келеді. Кейіннен ол бүйректің тыртықтануына алып келуі мүмкін. Бұл екінші 9-шы тәуліктерге дейінгі уақыт аралықты құрайды. Олигоануриялық кезең. Жаңағы бүйрек жеткіліксіздігінің келесі кезеңі ол бізде үшінші кезеңі десек болады. Үшінші кезеңі диурездің қалпына келу кезеңі. Қалпына келу кезеңі, яғни атында тұрғандықтан бұл жерде уже реконвалесценция немесе қалпына келу, яғни восстановление кезеңі пайда болады. Бұл кезде не болады? Бүйректің жаңағы ісінген бүйрек, яғни макроскопияда бағана бізде ісініп тұрды ғой, енді сол көлемі кішірейеді, ісіну азаяды, лейкоцитарлы инфильтрациялардың бәрі кетеді. Мына каналшалардың мысалы міне бұған дейін мына некрозға ұшыраған каналша болған, бірақ базальды мембранасы сақталған. Сол себепті бұл толықтай нормаға келген каналша болады. Келесі каналшада оның базальды мембранасы зақымданған, ішіндегі эпителийді некрозға ұшыраған. Бұл жаңағы некроз аймағы, некрозға ұшыраған каналша. Келесі базальды мембрана, мына некрозға ұшыраған каналша, оның барлығы бізде дәнекер тінмен өседі, бұл жерде склероз болады. Получается, қалыптыдағы, яғни толықтай базальды мембранасы сақталған, эпителийсі толықтай қалпына келген каналша. Екіншісі бізге некроз ошағы болады, сосын дәнекер тіні өскен склероз аймағы болады. Сондықтан мына микропрепаратта қараған кезде қалыпты тінмен некрозға, склерозға ұшыраған қалыпты жаңағы ұшыраған тіндердің орналасуы чередоваться етеді, кезек алма кезек орналасады. Енді кейіннен бұл неменеге алып келеді? Мынаның ішіндегі жаңағы организмде сіңіріліп жатқан минералдар, микроэлементтердің барлығы бұзылады. Олар бұзылса бізде уремия дамиды. Уремия деген сөз науқаста бүкіл жаңағы зәрмен шығатын заттардың барлығы қанда жүр деген сөз. Егер де ол қанда жүретін болса, ол шығатын жер жоқ, бүйрек істемейді. Ол басқа жолдар арқылы шыға бастайды. Мысалы, тері арқылы шыға бастайды. Уремия деп жазып қояйық, соңы науқас уремия деген өледі. Уремия деген сөз зәр деген несептің болуы. Ол шығады не арқылы? Тері арқылы, адам науқас терлейді, сол тері арқылы тұздардың бәрі шыға бастайды. Терісі қыши бастайды, зуд болады. Шырышты қабаттар арқылы, ауыз қуысы, асқазан ішек жолдарының шырышты қабаттар арқылы шығады. Мысалы, асқазаннан шықса, уремиялық гастрит дамиды. Тоқ ішектен шықса, уремиялық колит, энтерит деген сияқты, түгел уремияның нәтижесінде қабыну процестер туындайды. Және бізде сироздық қабақтар бар. Сироздық қабақтар ол органның сыртын қаптап тұрған, яғни бізде полисерозит болады, яғни плеврит уремиялық, перикардит деген сияқты. Оның барлығы, яғни сыртқы қабаттар арқылы шыға бастайды да, науқас уремиядан кейін қайтыс болады. Бұның бір емі ол бізде трансплантация. Бүйректі алып тастайды, орнына жаңа бүйрек. Немесе екі бүйректің біреуі ғана зақымданса, онда бір бүйрексіз науқас өмір сүре алады. Егер де екі бүйрегі түгелдей жоқ болса, онда гемодиализге барады. Яғни осы бізде тубулопатиялардың ішіндегі жедел бүйрек жеткіліксіздігі немесе некроздық нефроз немесе шокты бүйректің даму кезеңдері осылай көрініске ие.